Төле би ауданында атаулы әлеуметтік көмек алатындар саны азайыпты. 2019 жылы 4381 адам мемлекеттен қолдау көрген болса, биыл саны 193. Яғни дәл осы қаражаттың нәтижесінде қаншама азаматтар шағын кәсіп ашып, тұрмыстық жағдайын түзеген. Бұл туралы 40 жылдық тәжірибесі бар маман мәлімдеді. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің атқарып жатқан жұмысы халықтың әл-ауқатын жақсартуға өз үлесін қосып келеді дейді. Төле би ауданында атаулы әлеуметтік көмек алушылар облыс бойынша 0,9% құрады. Төменгі сатыда тұрмыз. Кедейлер төменді түсіру бойынша 4-ші орында тұрмыз. Аз қамтамасыз етілгендер. Бізде осы 3 жылдың ішінде, 4-5 жылдың ішінде күнкөріс деңгейлерін жақсартып, атаулы әлеуметтік көмектен шығып кеткен, өз кәсіпкерлерін ашқан азаматтар көп. Мысалы, шаштараз ашқандар бар, пирожныйны пісіреді, сондайларды ашқандар бар. Әсемдік салондары көп бізде ашқандар. Одан кейін жұмыс орналасқандары көп. Мысалы, 282 отбасыдан қазір 193 отбасы қалды. Бізде аудан бойынша. Күнкөріс деңгейі енді атаулы әлеуметтік алғандар көп, бірақтан жақсартып жағдайларын. Жұмыс істеп, өздері өз нелерін тартып отыр, күнкөріс деңгейлерін. Бізде енді Маңсаб орталығы бар. Маңсаб орталығы арқылы не деген гранттар, нелер беріп жатыр. Соның арқасында, мысалы, көп бізде кәсіп ашқан ауданда, мысалы, былтырғымен салыстырғанда биылғының өзінде нәтижесі көп. Қайтарымсыз гранттар алып жатыр. 1,813 теңгеден алып, соның арқасында да көтеріліп жатыр, жұмысқа орналасып жатыр. Аз қамтамасыз етілген отбасы ЕГО арқылы құжат өткізсе, Маңсаб орталығына түседі. Маңсаб орталығынан ауыл округ әкімшіліктерге беріледі. Солар тексеріп, қорытынды жасап, қайтып Маңсаб орталығының ішіне 3 күн ішінде өткізеді. Бізге олар өткізгеннен кейін біз тағайындау төлеу органбыз. Қаражатты біз төлейміз. НАУ арқылы